Мен не ерігіп жүрмін ба? Үйге кірсем сен шығасың. Жұмысқа келсем бастық шығады. Надоел бар ғой, надоел. Шаршадым бар ғой. Мені миымды жей бермеңдерші, өтініш. Бақтияр аға, тұра тұршы. Ассалаумағалейкум, бауырым, амансыз ба? Аман емес аға. Аға, жолым болмай етті болмады. Балам аурушаң, қатын болса сұмсық қой. Жұмыстағы бастықпен де сөзім етіп қалай берем. Тым жолым болмайды аға, мына өмірде бар ғой. Түңіліп жүріп соңғы жүріп. Бауырым, осы өзің айтып тұрған 4 мәселе кісінің басында болса, шариғат ғалымдары ол адамның ата-анасымен мәмілесі дұрыс емес болуы мүмкін деген. Өзің айтып тұрған өмірде жол болмау, бала аурушаң болып көз тие беру, қатын сөз ұқпай жатса, ата-анаңмен араң қандай? Ата-анамен мәміленің дұрыс болмауынан туындайтын мәселе. Шариғат ғалымдары пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кісі басына келетін кедейліктің бірінші себебі ата-анамен арасының дұрыс болмауынан деген. Бауырым, ата-анаңмен мәмілеңді түзе, өмірің, жолың барлығы жақсарады.